әже өткен жолы сіз ана Қарапырда алып ішіп едіңіз ғой қаншаға Өткен жылдары жыл ауыр болып, науқас болып, сол карантиннің кезінде сол нені Қалампырда алып біз шай қылып іштік, тынысымызды ашсын деп. Ауа жетпей сондай қылып ауырған кезімізде сол Қалампырды көптен көп пайдаландық. Қайнатып іштік, балаларымызға бердік, өзіміз іштік. Сондай емге пайдаландық. Былтырғы көп ен апат аурудың кезінде соны Қалампырды біз көп пайдаға асырып, өзіміз ішіп емге, тынысымызды ашу үшін, мына ауа жолдарын ашу үшін біз іштік соны. Мысалы, дәреті жүрмей қалған жас балаларға суды қайнатып кашөпке, соны салып ыстық суға. Соғанда кішкентай баланы отырғызып дәретін жүргізген ертеректе қасиеттер бар. Соны көп жерде пайдаланады қазір ойын. Бәрі механизм жетіп жатыр. Докторлар бар қазір. Баяғыда доктор жоқ кезде осыны емге де пайдаланған, ішуге де, емдікке де пайдаланған. рахмет. Иә.